Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ветеринарлық санитарлық шараларға бағытталады. Яғни ветеринарлық дезинфекция және дератизация. Ветеринарияда немесе жалпы мал шаруашылығында неліктен бұл маңызды? Бұл аурудың алдын алу, өнімділік, экологиялық деп алынғанмен, аурудың алдын алу шараларында инфекциялық аурулардың таралуына болдырмау, яғни жол бермеу, малдың денсаулығы мен өнімділігін қамтамасыз етуге бағытталады. Өнімділік, таза мал орта, малдың өнімділігін арттырады, ветеринарлық шараларды, шығындарды азайтады. Ал экологиялық қауіпсіздік, бұл зиянкестер мен кеміргіштердің таралуы адам денсаулығына да қауіп төндіреді. Дезинфекция түрлері, әдістері және құралдары. Дезинфекция түрлері профилактикалық, ауру пайда болмай тұрып жүйелі түрде жүргізіледі, мәжбүрлі, ауру анықталған кезде дереу жүргізіледі, және қорытынды емдеуден кейін немесе толық мал жазылғаннан кейін жүргізілетін шара. Негізгі құралдар: хлорамин, формалин, йод препараттары, кварц шамдары сияқты көптеген химиялық препараттар жатады. Дезинфекция бұл ветеринарлық санитарлық шаралардың дезинфекция сияқты маңызды бөліктерінің бірі. Яғни зиянкестермен күресудің тиімді жолдары. Бұнда кене, шыбын, яғни малға тікелей зиян келтіреді, ауру тасымалдаушы, пиретероидтар мен фосфор органикалық препараттар қолданылады. Осы зиянкес жәндіктерге қарсы. Масалар мен шыбындар, инсектицидтік спрейлер, тұзақтар және биологиялық бақылау әдістері тиімділік көрсетеді. Ал кешенді тәсіл химиялық, механикалық, биологиялық әдістерді біріктіру ең жоғарғы нәтижені беретіні белгілі. Дератизация. Осы дезинфекция және дезинсекция сияқты дератизацияда маңызды рөлге ие. Негізгі кезеңдер: барлау, яғни кеміргіштердің тіршілік іздерін анықтау, чиқа мен егеуектердің санын бағалау сияқты, жою, родентицидтер, тұзақтар, механикалық құралдар арқылы кеміргіштерді жою, және алдын алу, ғимараттарды тығыздау, тазалықты сақтау және жем-шөпті қорғауға бағытталады. Кеміргіштер 70-тен астам ауру тасымалдайды. Дератизация бұл міндетті шаралардың бірі. Шараларға арналған құрал-жабдықтар: дезинфекция, аэрозолды генераторлар, жоғары қысымды жуғыштар, сәулелі лампылар, дезинфекциялық маталар. Дезинсекция, тұмандану аппараттары, инсектицидтік спрейлер, ультрадыбысты қуғыштар, желілік тұзақтар. Ал дератизацияға родентицидтік жем шаштар, механикалық тұзақтар, камера тұзақтары, мониторинг станциялары. Ал қорғаныс жабдықтарына респираторлар, қолғаптар, арнайы киім, қорғаныс көзіліктері барлық іс-шараларда міндетті болып табылады. Қауіпсіздік шаралары мен нормативтік талаптарына тоқталатын болсақ, бұнда заңнамалық база Қазақстан Республикасының ветеринария заңнамасы, санитарлық ережелер және гос стандарттары бойынша жұмыстарына міндетті. Химиялық заттарды тек тіркелген препараттардың ғана пайдалану, мамандандырылған, сертификатталған мамандар жұмыс істеуі тиіс. Жұмыс жүргізу алдында малды уақытша шығару, нәтижелерді ветеринарлық журналға тіркеу. Тәжірибедегі сәтті кейстерге сүт фермасы, мысалы Алматы облысы, жүйеде дезинфекция бағдарламасы енгізгеннен кейін мастит ауруы 60%-ға азайды, сүт өнімділігі 18%-ға артқан. Құс фабрикасы Шымкент кешен дезинфекция арқылы кене шабуылы толық жойылды, құс өлімі 3 есе азайды. Мал бордақылау кешені дератизация бағдарламасын 6 ай бойы жүргізу нәтижесінде кеміргіштер 95%-ға жойылып, жем шығыны үнемделді. Сұрақтар мен жауаптарға тоқталатын болсақ, яғни дезинфекцияны қаншалықты жиі жүргізу керек? Бұл профилактикалық дезинфекция айына 1-2 рет, ал ауру шыққан кезде күнделікті жүргізіледі. Химиялық заттар малға қауіпсіз бе? Яғни тіркелген препараттарда нұсқаулық бойынша қолданса, малға қауіпсіз, карантин мерзімін сақтау маңызды.
Ал өз бетімен жүргізуге бола ма дезинфекцияны? Қарапайым дезинфекцияны өз бетімен жүргізуге болады, бірақ кешенді жұмыстарды мамандар талап етеді. Қорытындылай келе, тиімді басқару және алдын алу, дезинфекция, инфекциялардан қорғау жүйелі және міндетті түрде жүргізілетін шаралардың қатарына жатады. Дезинфекция зиянкестерді бақылау кешенді тәсілмен жоюға бағытталады, ал дератизация кеміргіштерден қорғану үздіксіз мониторингті талап етеді. Алдын алу ең арзан және ең тиімді әдіс. Ем шараларын жүргізуге жүйелі мал шаруашылығының экономикалық тиімділігін арттыруға себебін тигізеді. Ал құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.